Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен пирожки дайындайтын боламыз. Дәл осы видеодағыдай қылып жасайтын болсаңыз, пирожкилеріңіз жұмсақ, үлпілдек, сондай күшті болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге жылы су, жарты шай қасық тұз, 1,5 ас қасық қантымызды және 1 шай қасық міндетті түрде балғын ашытқымызды салып, барлығын араластырамыз. Кейін бір жұмыртқамызды, майонез және де ерітіліп және алдын ала суытылған сары майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жаңағы заттарымыздың барлығын араластырып болғаннан кейін, алдын ала електен өткізілген ұнды 2 бөлікке бөліп, қосып, осылай қасықтың көмегімен, одан кейін қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосатын болсаңыздар, қамырларыңыз жақсы көтеріліп шығады. Сондай-ақ описанияда көрсетілген ұн мөлшерінен артық ешқандай да ұнды қоспаңыздар. Егер дәл осы видеодағыдай қолдарыңызға жабысып жатырса, аздап сұйық майды алақандарыңызға құйып, осылай қамырды ары қарай илей беріңіздер. Сол кезде қамырларыңыз жұп-жұмсақ болып шығады. Қамыр көтерілгенге дейін жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Міндетті түрде осылай пакетке салып қойыңыздар. Ал оған дейін салмасын дайындаймыз. Мен картоптан жасадым. Картопты осылай турап, қайнатып, жарты шай қасық тұзын саласыздар. Піскеннен кейін бір пиязымызды қуырып алып, оны салып, бұрышымызды салып, жақсылап осылай картоп еспесін дайындайтын боламыз. Менде қамыр шамамен 2 сағаттың көлемінде тұрды. Оны осылай бір басып аламыз және де үстелімізге аздап қана ұнымызды сеуіп, қамырмен ары қарай жұмыстанатын боламыз. Мен қамырды 2 бөлікке бөліп, оның тек қана бір бөлігімен жұмыстанатын боламын. Ал қалған бөлігін тоңазытқышқа салып қоямын. Қамырды тым жұқа қылып жібермей, оқтаудың көмегімен осылай жайып шығатын боламыз. Жайып болғаннан кейін өздеріңіз қалаған диаметрлі форманы алып, осы видеодағыдай бөліктерге бөліп аласыздар. Және де осы дөңгелек пішін барлығын жасап алғаннан кейін ортасына салмасын салып, жақсылап бір-біріне беттестіре отырып түйетін боламыз. Яғни ашылып кетпеуі қажет. Барлық пирожкилерді жасап алғаннан кейін оны пісіретін формамызға, яғни астына пергамент төсеп, осылай орналастырып аламыз. Барлығын орналастырып алғаннан кейін бетіне бір жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және де алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пеште 25-30 минут аралығында пісіретін боламыз. Пирожкилеріміз пісіп шыққаннан кейін бетін осылай орамалмен жауып 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар, кәдімгідей жұмсарып, күшті болып қалады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.